Қазақ елі халықты бейнелі энциклопедия сайтының редакторымын. Мен Гүлмира ханымға бір сұрағым бар еді. Енді білім, тәрбие білім кез келген елдің, ұлттың, мемлекеттің ең маңызды шаруасы ғой. Сол салада көптен еңбек еткен, қыр-сырын білетін адам болғандықтан осы сұрақты қойғым келеді. Мысалы 21 жыл болды біздің елімізде қос тілді, екі тілді қоғам пайда болды. Оны басқа сөздің бәрі айтып жатыр. Сонда 21 жылда 2 миллионнан астам жас орыс мектептерін бітірген екен. Жылда 100 мыңнан астам орыс мектебін бітіреді. Енді осы біраз уақыттан бері қайтадан бір үлкен ірі мәселе, осы тәрбие білімге қатты әсер ететін мәселе талқыланып отыр. Өзіңіз айтып өттіңіз. Латын графикасынан өту туралы. Енді сол латын графикасынан өткенде мына бір сұраққа нақты жауап берсеңіз. Латын графикасына тек қана қазақ мектептері өте ме, жоқ орыс мектептері де өте ме? Осыған нақты жауап берсеңіз. Рахмет. Елбасының жолдауын егер қарайтын болсақ, елбасы латиницаға көшуді ол тек қана қазақтар үшін, немесе орыстар үшін, немесе өзбектер үшін деп көрсеткен жоқ. Ол кісі жалпы айтып отыр. Латиницаға көшуді қолға алуымыз қажет. Жанымыздағы басқа Орта Азияның мемлекеттері латиницаға көшуді бізге ілгерілеп бастаған. Өздеріңіз сияқты зиялы қауым осы ұсынысты үкіметтің алдында бірнеше рет қойған болатын. Сондықтан бұл жерде латиницаға көшуді біз тек мемлекет бір жақтан ғана шектейді деп мен айта алмаймын. Сосын бұның бәрі бір мезетте болатын емес қой. Ол өте күрделі жұмыс. Өте күрделі жұмыс. Сондықтан оны ол 2020 жылға дейін деп көрсетіп отыр, сол 20 жылдан бастап. Оған дейін әрине дайындықтар жұмыстары жүріп жатыр. Бұл сұрақты Гүлмира ханым бекер қойып отырған жоқ. Осыдан 3 жыл бұрын біздің төрағамыз Советханға басып отыр, Алашин қоғамдық бірлестіктер одағы арнайы хат жолдап президент әкімшілігіне жазған болатын. Сонда сол жерден келген хаттың көшірмесі бар, мен интернетке салып қойдым, көргеніңіздер. Орыс тілі мәселесін, орыс мектептерінің латиницаға көшу мәселесін Москва шешіп, біз шешкенімізде жауап береді. Мен соған байланысты айтып отырмын. Енді ол жерде ашуланудың жолдары ұрсудың ешқандай қажеті жоқ. Тура осы жерде қазір ештеңе шешіліп кетпейді. Бұл жолда жасалған кезде ол өте үлкен құжат. Сосын жолдауда барлық мәселе айтылды дей алмайсыздар. Себебі жолда ол бағыт. Ары қарай ол бағытты қалай орындалады? Ол үшін не жасалады? Қай мезгілде жасалады? Онымен үкімет айналысуға тиіс болады. Үкімет өзінің жалпы ұлттық жоспарын жасап жатыр. Әр министрлік өздеріне берілген бағыттары бойынша жалпы ұлттық жоспар жасап, олар кезеңдерін белгілеп отыр және нақты атқарылатын жұмыстар. Мен мысалы осындай келер кезде еңбек министрлігінің жауапты хатшысымен сөйлестім. Біз елдің алдына бара жатырмыз. Анау ауылды жерлерде болдық, біз тек қана бір қалалармен шектеліп отқан жоқпыз ғой. Сонда сіздер не жасап жатырсыздар? Ол зейнетақы жүйесі бойынша болсын, жаңа әртүрлі жәрдемақылар бар, сол бойынша болсын. Немесе мына нақты ананы қорғау, жалғызбасты аналарға көмек көрсету деді елбасы, сол жөнінде. Мұны сол кісілерін айтып, біз қазір соған тиісті жоспар жасап отырмыз. Оның әртүрлі мүмкіндіктерін қарастырып отырмыз. Мысалы, жалғызбасты аналар, енді сол жауапты хатшының сөзі бұл. Ертең бүгін сіздер депутат осылай деп айтып кетті, бірақ ол орындалмады. Депутат өтірікші деп жүрменіздер, мен сіздерге сол кісілердің сөзін айтып отырмын. Мысалы, жалғызбасты аналарға балаларды балабақшаға берген кезде соның жеңілдіктерін қазір біз қарастырып отырмыз дейді. Ол коммуналдық төлемдерден босатамыз ба, қандай жолдар, оның бәрін есептеу керек.
Бұл оңай қағазға сөз салатын, айта салатын нәрсе емес, оны қаншалықты біздің қаражатпен біз қамтамасыз ете аламыз. Соны көрсетеді. Сол сияқты ол латиницаға көшу әлі де талқыланады, оның әлі де жолдары қарастырылады. Ең басты, мысалы, менің өзімнің ойым. Орекем айтқандай, мен қазақтың, бірақ менің мамандығым орыс тілі, орыс тілінің мұғалімі болған кезінде. Сол сияқты қазір осы ұлтжанды, бәріміз де ұлтжандымыз дейміз. Ұлт дегенде жанымызда шегі, намысымызда келеді. Солай өзімізді солай тәрбиелегенде. Бірақ ұлтжанды, қазақ тілді үлкен ғалымдар бар. Жазушылар, ақындар, барлық зиялы қауым өзі бір шешім дегені керек. Мен кеше бекер айтқан жоқ, мысалы біздің парламентте Алдан Смайыл деген мемлекеттік сыйлықтың лауреаты бар, үлкен жазушы кісі қасымызда отырған. Ол кісі бір пікір айтса, жанымыздағы басқа кісі басқа пікір айтады. Зиялы қауым, мысалы, екі жазушының арасында да бір пікірде болып отқан жоқ. Сондықтан бір пікірге сіздер келіп, ары қарай өкіметпен келісіп, ұсыныстарыңызды беріп ол жасалады. Қазір бір жақты міне тек қана осылай болады, менің айтқанымдай. Басқа не оңға, не солға бұрылмайды деп, мен ойлаймын, ешкімге айта алмаймын. Ол бәрі таразыланатын нәрсе. Ең басты беріп отқаны тек қана бағыттары. Тек қана бағыттар. Қалай орындаймыз? Оны үкіметке байланысты. Оны орындалу үшін қандай заңдар болады? Оның бәрін заңдастыру болады. Мінекей парламенттің ойында әр бағыт бойынша елбасының көрсеткені қандай заңдар қабылдауымыз керек екендігін парламент қазір өзіне белгілеп отыр. Мысалға дейік, жаңағы бизнес жөніндегі айтылғанда болса, сол жөнінде президенттің жолдауын іске асыру мақсатында парламент мәжілісі, ол біздің жоспарымыз. Заңнама микро, шағын, орта және ірі бизнес ұғымдарының нақты ара жігін ашуға бағытталған өзгерістер енгізеді. Кіші бизнеске нені айтамыз, орта бизнеске нені айтамыз, ірі бизнеске біз нені айтамыз. Бұл ретте шағын және орта іскерлік сегменттерге түсетін жүктеме көбеймейді. Сол сияқты осы кәсіпкерлер палатасын заңнамалық тұрғыдан рәсімдейді дегендей, сол әр бағыт бойынша біз қандай заң қабылдайтынымыз белгіленген. Сол сияқты әркімнің өзінің жоспары болады да, ол болуға тиістігі. Келесі ой пікірлеріңіз таныстырып өтіңіз.